Амансыздар ма? Кешегі сабақта біз Intel Price-қа тауарларды қалай жүктеу керек екенін екі тәсілін қарастырып өттік. Одан кейін тауарлардың бәрін тексеріп болған соң, мына ботты қостық. Қазір мынау айланып тұр, яғни Intel Price жұмыс істеп тұр деген сөз. Ары қарай не істеу керек? Ары қарай автозагрузка деген мәзірге өтемізде XML Price List деген бар. Соны басамыз. Мына жерде инструкциясы жазылған ережелер қалай жұмыс істейді екен. Яғни Intel Price әр сағат сайын, әр 5 минут сайын тауарларыңыздың тізімін жаңартып отырады, бағаларын бәрін жаңартып. Содан кейін мынандай сілтемеге тауарлардың жаңа тізімін жүктеп отырады. Осыны көшіріп алу керек. Енді Каспий кабинетін ашамыз да, загрузить прайс лист деген мәзір бар мына жерде. Сол жерде автоматическая загрузка деген бар, соған өтіп, бағанағы тізім жаңа көшіріп алған сілтемені қойып қоямыз. Біз алдында қойып қойғанбыз. Содан кейін автоматическая загрузка деген тумблерді басамыз да, сохранить деп басамыз. Оны бір-ақ ғана істейсіздер. Енді не істейді? Каспий өзі Intel Price-қа қосылып, әр сағат сайын сіздің тауарларыңыздың тізімін жаңартылған бағалармен жүктеп отырады. Ары қарай автоматтық жүктеудің ішінде Excel Price List деген бар. Бұл не істейді? Бұл Каспийді күтпейді, тауарларыңыздың тізімін жаңарса, өзі-ақ жүктеп отырады. Мына жерде ақпарат шығады. Орыс тілінде жазылған, қалай жұмыс істейді екен. Бұны қалай көруімізге болады? Каспий кабинетке кіреміз де история загрузок деп басамыз. Сол кезде міне жүктеген уақыттар шығып тұр. Түнгі сағат 2:15-те басталды, 2:20, 3:29. Яғни адам ұйықтап жатқан кезде Каспийге қосылады да, бүкіл тауарлардың бағаларын жаңартып, соны мына жерге шығарып отырады. Түнгі сағат 2:30-да, 2:37-де міне анализ басталған кездегі суретті скриншот ретінде сақтап қойғанбыз. 13 тауар бірінші орындаған екен мына жерде міне. Ал қазіргі жағдай қалай екен көрейік. Оны статистика мәзірінен көреміз. Демпинг, хайкинг деген жерде көрсетіледі. Қазір 145 тауар бірінші орында тұр екен. Оны қайтып көруге болады. Мынаны басамыз. Содан кейін тауардың бағалары қайтып өзгергені жазылған. Содан кейін мына жерде міне орын тұр. Орынды басқасақ, Каспий тауарымыз ашылады. Қазіргі бағасы 8998 теңге екен. Каспийдің сайтын ашамыз. Ашқан кезде міне каталогтың ішінде біздің мекеме бірінші тұр. Ең арзан сатып жатқан мекемеден бағасын 2 теңгеден азайтқанда бірінші қойып қойған. Яғни адамдар осы парақты ашқан кезде сіздің тауарыңыз бірінші тұрады. Негізгі атқаратын жұмысы осы. Міне басқа орындарды көруге болады. Енді магазин иесі қандай жұмыс атқарады бұл мәліметтерді көре отырып. Мысалы, ауткарт деген ол андай тауарлар. Сіз бірінші бетте мүлдем жоқсыз. Яғни бірінші бетте бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші орын деп тұр. Ауткарт деген сіз бірінші бетте жоқсыз, сол тауарлардың тізімін көрсетеді. Міне ашып көрейік, қандай тауар екен. Ол мынандай тауар міне. Адамдар сататын бағасы 3449 теңгеден дейді. Сіздің мекемеңізде бірінші бетте жоқ. Мүлдем басқа кетіп қалған, басқа беттерге. Сондықтан ауткарт деп аталады ол. Ондай тауарлар көбінесе өтпейді. Сол неге олай болып тұр? Сіздің өткен қазіргі бағаңыз 7552 теңге. Сайтты ашатын болсақ, минималды баға 7552 теңге. Максималды 16200. Минималды бағаға түскен, ары қарай төмен түсірмей тұр. Яғни сізге кемшілік жасамайды. Егер минималды бағаны түсірсеңіз, онда Каспийда сатып тұрған басқа магазиндар қатарлады, елдеріне 3449 теңгеден сатады екен. Мынаның бәрі міне Intel Price сияқты қосымшаны қолданып отыр. Сондықтан бағасын 1 теңге, 2 теңге деп елдер осыдан тапсырыс береді. Магазиннің иесі қандай әрекет жасайды? Мынандай, егер бағаны төмендетуге келмейтін болса, мынандай тауарлардан құтылу керек. Бұл тауар балас дейді. Сіздің магазиніңізде бар, бірақ өтпейді, ешкім алмайды. Сондықтан бұндай тауарлардың қажеті жоқ. Яғни басқа арзан осы тауарды сататын заводта поставщикті іздеу керек, солардан алып сату керек. Сонда ауткарт болмаса, барлық тауарларыңыз өтіп тұрады. Шамаңыз келгенше бірінші беттен шығып тұру керек қой тауардың бәрі. Келесі статистика мәзірінде price parsing деген бар. Соған кіріп көрейік, не көрсетеді екен. Бұл жерде міне барлығы 267 товар парсингтен өткен, яғни анализ жасалған. Мына жерде сандар көрсетіп тұр. Мына жерде сіздің конкуренттеріңіздің тізімі. Сіздің тауарыңызды 178 конкурентіңіз бар екен Каспий. Яғни сіздің сатып отырған 267 тауарыңыздың бойынша 178 конкурент бар екен. Яғни сіз елде бар нәрсені сатып отыр деген сөз. Конкурентіңіз аз болған сайын тауарыңыз өтеді. Қандай конкурент бар екен? Мысалы, ең көп тауарыңызда міне Чокомарт деген сатады екен. Мынаны бассаңыз, солардың мәліметтері осы жерден шықты. Чокомарт па, Бейбик. Мына жерден қызылды алып тастасаңыз, өзіңіз шығасыз статистика. Мынаны бассаңыз, конкуренттеріңіз шығады, қанша тауарды сатып отырған. Ары қарай кеттік. Мына жерде қандай тауар міне? Сіздің магазиніңізде 11300 теңге, ал оны сіздің бәсекелесіңіз 6390 теңге сатып отырды. Соны көрсетеді. Сіздің мекемеңіз 15290 теңге, ал оны бәсекелесіңіз 10500 теңгеден сатып отырды. Бұны ашып көруге болады ме? Сіздің бағаңыз қандай? Бәсекелестің бағасы қандай мына жерде? Яғни бұл тауар бойынша статистика жай ғана қарап қоймай, нақты шешімдер қабылдайды. Яғни Intel Price'ның қандай жақсылығы бар? Магазиннің иесіне нақты ақпарат шығарып береді. Мына товардың қымбат, суреті міне, бағасы міне, бәсекелесіңіз осыншаға сатып отыр деп.
Сіз мысалы мынандай товар болатын болса 10.279 теңге, а бәсекелес 9.999 теңге. Яғни арасы 200 теңгеден өзгешелік бар. Онда мынаған кіріп, мүмкіндік болатын болса минималды бағасын түсіресіз. Минималды бағасы түспейтін болса бұндай товарлардан құтылу керек. Яғни мына жерде бүкіл товарларыңыз көрсетіп отыр. Парсинг өтті, парсинг өткен соң 92 товарыңыз бірінші орынға шығарылды деп көрсетіп тұр. Мына жерде жүргізіп жатқан парсингтің уақыты Каспиге қай уақытта жүктеліп жатыр, сол көрсетіп жатыр. Ары қарай сервер деген кіруге болады. Бүкіл товарларыңыздың тізімін міне мына сервер қосып тұр. 35 минуттың ішінде 100% тексеріп шығады екен. Соның уақыты көрсетіледі. Негізгі жұмыс бойынша осы. Яғни товарларыңыздың басым көпшілігі бірінші орынға шығарылды. Сол ақпараттар бүгінгі уақыт бойынша. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.